Аңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода дәл кешегі шығарған видеома ұқсас керемет бір тыңайтқышты жасап көрсетемін, және осы гүлдерге өздеріңіздің көздеріңізше беремін. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда көптеген пайдалы видеолар бар, және де ол жаңағыдай қалай беріледі, қазір қалай жасалады, барлығын осы жерде сіздердің көздеріңізше көрсетемін. Басқа да көптеген комментариялар келіп жатыр маған, гүліме түрлі зиянкестер басып кетті, ақ қанатты ұшатын зиянкес пайда болды деп кеше бір көрерменім жазыпты, бірақ қателесіп менің емес Бақыт деп жазыпты. Бақыт деген кісі, ол кісінің каналы бар, бірақ менің есімім Бақыт емес. Менің атым Роза болады. Негізі неде описанияда аты жөнім бәрі жазылып тұр. Просто ол жақта көп адамдар жаңағы телефон шұқылау несін білмегеннен ол жақта ашып көре бермейді көбісі. Мінекей, осы гүлдерге қазір сіздерге осы тыңайтқышты жасап, барлығын көрсетемін. Қалай береміз, қалай жасалады, барлығын осы жерде айтамын. Енді бұл тыңайтқыштың пайдасы өте көп. Өздеріңіз көріп тұрғандай, кәдімгі пияздың қабығы мен дрожждан жасалатын өте керемет тыңайтқыш. Әсіресе доллар гүлдері осы тыңайтқышты құйсаңыз керемет жақсы өсетін болады. Мысалы, доллар негізінде өзіміз айтамыз ғой, жылына ары кетсе 2-3 стрелка шығарады. Бір жылдың ішінде, себебі жай өсетін гүл ғой ол. Ал егер де осындай түрлі тыңайтқыштар жасап берсеңіздер, сол процесс кішкене жылдам жүретін болады. Себебі бұл тыңайтқыштар біздің гүліміздің тамырының дамуына жақсы көмектеседі. Гүлдің тамыры жақсы болса, демек жоғары қарай жақсы өседі гүлдер. А егер тамыры дұрыс болмаса, топырағы дұрыс болмаса, гүлдер жоғары қарай өсуі нашарлайды, тіптен жапырақтары майдаланып кетеді. Одан кейін майдалану жапырағының мысалы астыңғы жақтағы жапырақтары жақсы, ірі, қанық болып, жоғарғы жақтағы жапырақтары осылай майдаланып кетсе, ол қартаю процесінен де болады гүлдің. Және жарықтың дұрыс жетіспегеннен болады, дұрыс күтім болмағаннан болады, түрлі ауруға шалдыққаннан да болады. Осы нәрселерді ескерсеңіздер болады. Мысалы үшін кейбіреулер жазады, менің гүлімнің жапырағы өстіп бұралып жатыр, майдаланып кетті, қисайып, түрлі фигурада өсетін болады. Ол жаңағы түрлі ауруға шалдыққан кезде кәдімгідей осындай дені сау жапырақ ашпайды, майысып, сондай түрлі болып кетеді. Неге мына жерде мына бір ауру жапырақ тұр, себебі бұл паутинный клеш жеді, соменен астындағы жапырақтарының біразы түсті. Енді мынау сол ауырып тұрған кезде ашқан жапырағы осылай ашылады. Ауруынан жазылып, бәрі емделіп болғаннан кейін сіздер осындай тыңайтқыштармен қоректендірсеңіздер, мінекей осындай жып-жылтыр сап-сау кәдімгі түп-түзу жапырақтың формасында дені сау жапырақ ашатын болады. Зиянкес гүлге шабуылдап, қазір данный момент сіздің гүліңізде зиянкес тіршілік етіп жатқан кезде бұндай тыңайтқыштарды беруге болмайды. Себебі оларда сол тыңайтқыштың әсерінен жаңағы көбейіп кетуі мүмкін, және гүлді түрлі зиян жаңағы күшейіп кетуі мүмкін. В общем, зиянкес топырақта да гүлде де көбейіп кетуі мүмкін. Одан кейін ол ауырып, зиянкес жеп ауырып тұрған гүл ол тыңайтқышты қорыта алмайды, бәрібір қайта зиянын келтіреді. Мінекей, кәдімгі пияздың қабығын 2-3 пияздың қабығын банкіге салып аласыз, осындай ғып жартылай ғып салып аласыз. Тіптен оған мынау кәдімгі өзіміздің сарымсақ бар ғой, сарымсақ, чеснок дейді ғой, чесноктың қабығын қосып салсаңыз да болады. Тіптен чесноктың өзінің қабығынан жасасаңыз болады. Қайнап тұрған ыстық су құймайсыз, кішкене демін басып барып ыстықтау су құясыз. Суғаннан кейін, менікі қазір суып дайындап тұр, себебі оны суытып, күтіп отырғанша алдын ала мен дайындап қойдым. Видеоны созылып кетеді видео, и жаңағы дұрыс болмай қалады. Енді осыны жақсылап сүзіп аласыз, кәдімгі мынандай бір ыдысқа сүзіп аласыз, себебі мынау ішіндегі қабықтары мынау ыдыстың ішіне кетпеу керек. Негізінде осындай кепкен қабықты гүлді пересадка жасайтын кезде сол топыраққа осыны мыжып, майдалап, езіп, болмаса мынандай қайшыменен кесіп, осындай майда ұнтақ жасап алып, соны топыраққа қосып жіберсеңіз де болады. Астыңғы жағына гүлді пересадка жасаған кезде жаңа топыраққа отырғызамыз ғой, сол жаңа топыраққа отырғызған кезде осыларды мынандай бүтіндей қып салмайсыздар, қайшымен қырқып майдалап аласыздар. Әр ыдысқа бір шымшымнан астына салып жіберсеңіз болады топыраққа. Егер ол сол топырақта тұрып, сіз су құйған кезде, ол өзінің құрамындағы түрлі эфирный майлардың иісі шығады, басқа да әсерлер болады, керекті витаминді гүлге береді, және сіздің топырағыңызға түрлі зиянкестер жақындамайтын болады. Зиянкестен қорғап тұрады. Енді қазір мынау банкіні мен сүзіп алайын. 1 литр банкідегі тыңайтқышымды сүзіп алдым. Негізінде осындай ашықтау болғаны жақсы, гүлге ешқандай зияны жоқ. Егер де сіздегі тыңайтқышыңыз ұзақ тұрып, жаңа айттым ғой, 2-3 сағатқа қойып қоясыз, ыстық суды құясыз, 2-3 сағатқа қойып қоясыз, бетін жауып, әбден қып-қызыл болып демделеді. Қатты қып-қызыл болып демделсе, сіз кәдімгі үй температурасында тұрған, тұндырылған судан, не болмаса мынандай фильтрден құйсаңыз да болады. Сол суды араластырасыз. Осындай ашық түс болғанға дейін. Қатты қанық қызыл болса, ол гүлде топырақтың құрамын бұзып жіберуі мүмкін, не болмаса жаңағы тамыр күйіп кетпесін.
сақтықта қорлық жоқ. Енді осы 1 литр суға біз жарты чайный ложка дрожь қосамыз. Мінекей. Қатты толтырмаймыз. Жарты чайный ложка дрожьды жақсылап ерітіп араластырамыз. Осы дрожь ерігенше, білесіздер, дрожь жақын арада ерімейді. 10-15 минут тұрғызып, қайтадан қозғасаңыздар болады. Әбден еріп, судың түсі мутный болып өзгереді. Өзгергеннен кейін осы тыңайтқышты гүлдерге тікелей құя бересіздер. Егер де қаны қызыл болып кететін болса, ондай болса, мына 1 литр тыңайтқышыңызға, осы 1 литр тыңайтқышыңызға 1 литр қарапайым су құясыз. Сөйтесіз да гүлдерге аз-аздан құйып шығасыз. Кәдімгі мерный стакан алып алсаңыз да болады. 100 грамм, 150 граммнан құйып шығасыз. Неңіз гүлдің горшогы кішкентай болса 100 грамм құясыз. Мысалы кішкентай ғой, литрге жетпейді. Мынау литр шығады. Литрлерге 150-200 грамм құйсаңыз болады. Топырақтың көптігіне, топырақтың аздығына қарап құямыз тыңайтқышты. Мынау 1 литрден көп горшок. Мысалы қазір осындай ноябрь, декабрьдің бүгін қаншасы? 11 ма? Декабрьдің 11-і міне менің Рео гүлім осылай гүлдеп тұр. Кеше негізі гүлі көп еді. Ол кезде мен видео түсіріп көрсете алмадым. Мінекей осылай гүлдейді. Негізі пияздың қабығы да, чесноктың қабығы да, мынау дрожь да гүлдердің гүлдеуіне, жақсы бутон ашуына өте пайдалы. Қорқпай берсеңіздер болады, бірақ жаңағы нормамен беру керек. Енді гүлді алдын ала 1 күн бұрын суғарып аласыздар, не болмаса 1-2 сағат бұрын суғарып аласыздар. Суғарғанда да жаңағыдай плотно қандырып суғармайсыз, себебі бізге тыңайтқышқа да кішкене орын қалу керек, топырақта. Қатты шылқылдатып суғарып, оның үстіне тағы да шылқылдатып 100 грамм, 200 грамм тыңайтқыш құйсаңыз, суыңыз да қатты ылғал көбейіп кетеді. Сөйтіп ол ұзақ тұру керек, кебу керек. Ол кепкенше сіздің гүліңіздің тамыры шіріп кетуі мүмкін. Сол үшін алдын ала суғарасыз дегенім, алдын ала жаңағыдай 100 грамм, мысалы мынандай ыдыстарға 100 грамм, мынандайларға 200, болмаса жаңағыдай өзіңіз көз мөлшеуменен аз-аздан айландырып су құясыз. Топырақ ылғалданады, топыраққа сіздің құйған таза суыңыз сіңеді. Сіңгеннен кейін барып сіз тыңайтқышты құясыз. Тыңайтқышты құйғаннан кейін гүліңіз алдын ала тамыры күймейді, себебі жаңағы сіз құйған таза суды ішіп алады. Таза суды ішіп алғаннан кейін гүлдердің тамыры уже сіздің тыңайтқышыңызға кішкене болса да дайын болып тұрады. Ал егер де сіз тыңайтқышты бірден құятын болсаңыз, құрамындағы кейбір макроэлементтері сіздің гүліңіздің тамырын күйдіріп жіберуі мүмкін. Сол үшін органикалық тыңайтқыш бергенде де, кәдімгі химиялық осы гүлдерге арналған өзінің гүл сататын жерлерде сатылатын түрлі тыңайтқыштар болады. Олар сіздерге айтпайды, алдын ала суғарыңыз деп. Сол үшін жаңағы алдын ала суғарып алып берген дұрыс. Гүл сататын жерлерде ешкім айтпайды ғой, мына тыңайтқышты бересіз, 1 литрге пәлен тамшы араластырасыз, не болмаса 10 миллиграмм араластырасыз, сөйтесіз да бере бересіз деп айтуы мүмкін. Сыртында оның солай жазылып тұр. Гүлді алдын ала суғарып алыңыз деп оның сыртында жазылмайды. Қандай тыңайтқыш құйсаңыз да гүлді аз ғана суғарып алыңыз. Прям горшоктың астынан шығатындай шылқылдатып суғармасаңыз да аз ғана суғарып алыңыздар. Тыңайтқышты да солай береді. Егер қарапайым сумен суғарып тыңайтқыш бермейтін болсаңыз, онда астынан су аққанша суғарсаңыздар болады. Себебі гүл бір қанып су ішеді, одан кейін сол топырақ кепкенше тұрады. Мінекей осындай органикалық тыңайтқыштарды берген кезде гүлді топырағын кепкенше күту керек. Егер де ол топырағы кеппесе, бұл түрлі иістер шығаруы мүмкін және топырақтың құрамын құртуы мүмкін. Гүлде, топырақта түрлі плесень, әртүрлі нәрселер пайда болуы мүмкін. Және де мынандай чеснокты теркадан өткізіп, не болмаса осында пияздың қабықтарын тыңайтқыш жасаған кезде міндетті түрде сүзіп алу керек. Ал енді мыналарға аз-аздан құямыз. Кеше негізі суғарылған, байқасаңыздар, топырақтары ылғал, мінекей аз-аздан құястар. Мынау астындағы тұрған балачай миля деп айталады. Осындай кішкентай ғана неге тамырлатып отырғызып қойғам. Осындай отростықтарыңызға берсеңіздер де болады, кішкене балапаншаларға. Себебі бұлар уже тамырлап қойған, жаңа жапырақ шығарып, стресстен шығып, кәдімгідей өсіп келе жатқан гүл болғандықтан мен бұндай гүлдерге де түрлі осындай тыңайтқыштар бере берем. Бұларға да тыңайтқыш берсеңіз жақсы өседі, болашағы жақсы болады. Тыңайтқыш бермей құры сол топырақта тұра беретін болса, жаңағы өсу процесі сәл басқаша болады. Мінекей дәл осылай бересіздер. Өздеріңіздің көздеріңізше жасап, менде осындай свет болды. Қатты қанық болатын болса, жаңа айтып өттім, таза су қосасыздар. Енді дәл осы тыңайтқышты жасап беріңіздер. Айына 1 рет берсеңіз жетеді. Аз-аздан құйып шығасыздар. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Пайдалы болса, видеоны таратсаңыздар болады.